тойып тамақ ішіп алдым. Мәссаған, бұл жердің пиццалары өте дәмді екен. Жарайды, енді үйге қайтайын. Ой, кім бұл? Алло? Ой, Раяна, қалайсың? Менде барлығы жақсы. Я не болып қалдым? Қойш? Кімнің? Жан сезім уже үйленіп жатыр ма? Керемет. Бүгін кешке. Я, әрине барамын ғой. Қанша дегенмен бұрынғы сыныптасымыз дегенде. Я, барам. Я, рахмет ескерткеніңге. Сол жақта кездесеміз. Айтпашы, маған адресін жібере салшы, ол жақты білмейді екенмін. Рахмет, жақсы. Мә, жұрттар күшті, қазірден бастап тұрмысқа шығайын жатыр. Ал мен болсам әлі жүрмін. Қойшы. Бірақ қанша дегенмен өз ақшам өзіме жетеді. Бүгін той болса дайындалуым керек қой. Айтпақшы, өткенде де маған айтып еді қыздар. Қолыңа маникюр жасатсаңшы, ақшаң көп емес пе деп. Шынымен де бүгін маникюр жасатып, тағы не істесем болады. Шашымды өзгертіп, тағы бір нәрсе жасай салармын. Жарайды. Кешке дайындық онда басталсын. Үйге барып киімді ауыстырып, сол жақтан бір атала кете салайын. Мәссаған, әдемі болып тұрмын ғой, мен бе өзі. Қандай сұлу, бірақ дұрыстап боянып бару керек. Қандай маникюр істесем болады екен, жақсы жақтан тілдерін көре жатармын. Енді жақсы бір маманды таңдауым керек. Кеттік ендеше. Ал кірейік. Салондар кішкентай ғой. Өзімнің күшті салоным бар еді. Жауап қойған қараш. Сол жерге баратын жарайды. Мына жақтың мамандары қайда кеткен? Тым дұрыс қой. Ұры кіріп кетеді деп ойламаймын екен. Кассаларында ашық қалдырып кеткен. Жауапкершіліктен кішкене қайда? Мына жерде жұмыс істейтіндер қайда? Кешіріңіздер, мына жақта жұмыс істейтін танымайсыздар ма? Қайда кеткен жұмысшылардың барлығы? Осындай жерлерді жауапкершіліксіз қалдырып кетуге бола ма өзі? Жұмыстарына деген жауапкершілік вообще жоқ. Не масқара бұл? Болды, мен мына жерге арыз жазам. Не деген масқара? Неше сағат болды күтіп тұрғаныма? Кешіріңізші. Сіз осы жерде жұмыс жасайсыз ба? Иә. Жоқ, бұл не деген масқара? Қайда жүрсіз? Дүкенге кетіп қалып едім. Дүкенге дейді ғой. Сіз осы жерде жұмыс жасайсыз ба? Осы жердің тапсырмасы сіздің мойныңызда. Ақшалар ұрланып кетеді деп ойымдамайсыз ба? Жарайды, енді маған тезетіп жасап беріңізші. Уже жарты сағаттан тойым басталады. Сіздерді күтем деп шаршап кеттім. Тез болыңыздар. Я не жасап берейін? Маған саусақтарыма маникюр и шашымды жуып, тазартып, бір басқа түске бояу керек. Сосын қиямыз ба, оны көрерміз. Жарайды, бірінші шашымды сеп беріңізші. Жарайды. Ауыртпай жүрсаңызшы. Кешіріңіз. Болыңызшы енді. Осы жатам ба, мен тезет болыңыз. Кешігіп бара жатырмын. Осылай отырам ба? Я осылай 15 минут отырасыз. Жарайды. Міне қалай әдемі ме? Иә, жақсы шығыпты. Бірақ мен шашымды боятайын деп едім. Я, қандай түске? Шашымды мен... Мына алдында ақшаштар көріпсіз ғой? Иә. Енді бұны мен мода ретінде істегем, өзімнің ақшашым емес. Соны алып тастап, в общем, соның орнына өзімнің қоңыр шашымды қойып қою керек. Бойып бере аласыз ғой, ә? Иә. Келіңіз, неше отырыңыз. Түс таңдаңыз. Так, мынау челкама істейсіз ғой. Қандай түс деп едім? Қоңыр ғой, ә? Иә. Так, өзімнің шашымнан жерден қалай тапсам болады? Қиын ғой. Ой. Қазір мен көмектесейін. Я, көмектесіңізші, таба алмай жатырмын. Міне. Ал дайын болды. Не болды? Жай іштене. Айнаға қарай берсем бола ма? Я қарай беріңіз. Рахмет. Күшті шыққан сияқты.
қазір айна қарайын. Қарайық. Масқара, бұл не деген сұмдық? Сіздің өз есіңіз дұрыс па? Өзім істей алам дегеніңіз, осы ма істегеніңіз? Кіші әдейі емес. Қалай әдейі емес? Мен сізге айтқан жоқпын ба, қоңыр түс деп. Мынау не сап-сары балапан құсатып. Бұл не деген масқара? Өздеріңіз мені күттіріп қоясыздар. Еще шашымды бүлдіресіздер, я? Немене қазір істеп берем. Дұрыстап істеңіз енді. Шашымды қоңыр қыла аласыз ба? Күйдіріп тастамаңыз. Жарайды. Осы шашпен жүріңізші, өте әдемі болып тұр. Осы шашымен қалай барам? Жарайды. Тезірек онда маникюр жасап беріңізші, хоть соны жасалатын шығарсыз. Жарайды. Жүріңіз. Енді дұрыстап жасап берем. Жарайды, көреміз. Қандай түс таңдайсыз? Қызыл түс әдемі сияқты. Соны жасап беріңізші. Жарайды. Я, сондай көптеген қызықтары болған. Айтпақшы, сен бітіп қалдың ба? Я, бітіп қалдым. Болды. Ал қарайын. Мен саған қызыл деген жоқпын ба? Ой, бақырма алдым, кешіріңізші, мен қара деп ойладым. Қара деп ойладым деген нес? Мен саған қазір ғана осы жерде айтқан жоқпын ба? Қызылға бояйсың деп. Сен мына құлағынан кіріп, мына құлағынан шыға ма? Неменесің? Бергел, отыр. Қайда қашып бара жатырсың? Мен саған нормально айтқан жоқпын ба? Мен байқамай қалыппын, сен әңгімелесем деп әйтпесе. Болмаған тезірек қызылға бояп бер. Не істеп отырсың сен? Осыдан тағы бір қателік жіберетін бол. Үстерінен ары жазам мен сендердің. Бол. Міне болдым. Қайсы? Қызыл түс пе екен? Иә. Жарайды. Қанша болды сонымен? Шашымды жудың, маникюр істедің. Болды ғой? Басқа түк те бітірген жоқсың. Қанша теңге болды? 10 теңге. 10 мың? Просто шашымды сулай салдың, оны маникюрімді де жартпадың. Жарайды. Алшы. Рахмет. Жарайды, сол бол. Тағы да бір қателік жасағанымда үстінен ары жазатын едім. Негізі мен көп адамдарды бұлай менсінбей жүрем. Қанша дегенмен білініп тұрған шығар өзімнен ақ. Бірақ сені просто аяй салдым. Келесіде ондай қателік жасаушы болма. Түсінікті ме? Жарайды. Ой, жан сезім, тағы да сәлем. Қалың қалай? Жақсы жеттің бе? Иә, жақсы еттім. Ой, әдемі болыпсың ғой. Ой, шынымен де жақсы болып тұрмын ба? Иә, жақсы болыпсың. Не, осындай қызыл маникюр жасаттым. Негізі шашымды қоңыр түске бояйын дегем, одан бір себептер болып қалды. Жарайды, ішке кірейік, адамдар келіп жатыр ма? Иә, келіп жатыр. Жақсы жүр.